Достар, мен бүгін сіздерге Pinduoduo сайтында киімнің размерін дұрыс таңдауды көрсететін боламын. Каналға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Мысалға, бір киімді таңдайын, мына футболкаға кіреміз. Ең үстінде бізде киімнің түстері көрсетілген, астында размерлері тұр. M, L, біздікіне ұқсас XL деп кете береді. Жанда сандары тұр. Бұл сандар Қытайдың салмақ өлшем бірлігі син деп аталады. Біздің салмаққа сәйкестендіру үшін осы өлшем бірлікті екіге бөлеміз. Себебі бізде бір сизин дегеніміз 500 граммға тең. Яғни 100-ді 2-ге, 115-ті 2-ге бөлеміз. Егер салмағыңыз 50 кг болатын болса, онда ең размер сәйкес келеді. Яғни 50 мен 57 кг арасында дегенді білдіреді. Нақты білу үшін Google-ға кіріп конвертизация жасап алсаңыздар болады. Сизин килограмм деп жазамыз. Convert.comға кіреміз. Осы жерге салмағымызды жазамыз. 52 есептейміз. Сизин 104 шықты. 104 бізде емші размерге сәйкес келеді. Енді тағы бір мысал, мұна спортивкаға кіремін. Қарасаңыздар, киімнің астында ML деп көрсетілген. Ешқандай цифрлары, сандары жоқ. Нақты біздің салмағымызға қайсы сәйкес келетінін білу үшін киімнің астына түсеміз. Әдетте киімнің астында ең бірінші материалы кетеді, қандай материалдан жасағаны, астында размерная сеткасы болады. Осы сетканы Google-ға переводчикпен аударып алсаңыздар болады. Қазір аударамыз. Киімдеріңіз нақты өлшем бірліктерді сантиметр лентамен өлшеп алсаңыздар болады. Мұнда кеуденің көлемі, қолының ұзындығы барлығы дерлік көрсетілген. Бойының ұзындығы, мысалы емші размер 1,60, 1,70, ал салмағы жаңағы 100-125 деп тұр. Иығының кеңдігі, ұзындығы барлығы көрсетілген. Осыны өлшеп алып, заказ берсеңіздер болады. Достар, енді сіздерге аяқ киімнің размерін дұрыс таңдауды көрсететін боламын. Мысалы, мен осы бірінші тұрған аяқ киімді қарайын. Кіреміз, астында размерлері тұр 36-37 размер, 38-39. Енді осыны Google переводчикке салып аударып аламыз. Себебі жандағы сандардың түсіндірмесін қарауымыз қажет. Отыз 36-37 размер 35-36-ға да сәйкес келеді. 38-39 болатын болса, 37-38-ге сәйкес келеді. Яғни бұл маломерка түрінде де жүреді дегенді білдіреді. Сондықтан размерлерді қараған кезде міндетті түрде жанындағы түсіндірмелерін аударып қарап алыңыздар. Енді басқа да аяқ киімдерді қарайық. Мына кроссовкиді қараймыз. Ең астында ешқандай түсіндірмесі жоқ, тек размерлер тұр 35, 36, 37 деп кете береді. Енді киім таңдағандай ең астына түсеміз. Астында бізде размердің сеткасы бар. Қараймыз. Мысалға 36 размер аяғыңыздың ұзындығы 22,5, 23 сантиметр болса сәйкес келеді. Осы тура суреттегідей аяғыңызды суретке салып, бір ақ қағазға немесе сантиметр лента арқылы өлшеп алсаңыздар болады. Сонда аяқ киімнің размерінен қателеспей тура дәл келетін болады. Енді сіздерге бала киімнің размерін дұрыс таңдауды көрсететін боламын. Мысал ретінде мына киімді алайық. Ең үстінде түрлері, түстері, астында размерлер көрсетілген. Бұл ең оңай түрі 70 см, 80, 90 см, яғни баланың бойына сәйкес таңдай бересіздер. Тағы да бір мысал. 80 см жаңағыдай
бірақ жанында 70-80 деп тұр. Яғни бұл киімнің размері 80 см, алайда 70-тен 80 см баланың бойына сәйкес келеді. 90, 80 мен 90 см бойы болса, онда осы размерді таңдасаңыздар болады. Носкиді алайық. Бұл жерде сәл өзгеше. S размер жанында 2 цифра тұр. 01, 9, 12. 01 дегеніміз осындай белгі болатын болса, ол баланың жасын білдіреді. 9-12 табанның ұзындығы. Аяқ киім, носки алар кезде баланың табанның ұзындығын өлшеп алған дұрыс. Мына колготке келетін болсақ, S размер ол 0,6 дегеніміз бұл жерде баланың айын білдіреді. 53-63 см баланың бойына сәйкес келеді. Киім таңдаған кезде баланың жасы мен ай шамасын шатастырмаған дұрыс. Міндетті түрде осы астындағы размерный сеткаларды түсіндірмелерді Google переводчикке салып, дұрыстап қарап таңдап алыңыздар. Тағы бір соңғы мысал. Мына киімді алатын болсақ, бұл жерде S размер 1, 3, 15, 25 деген цифра тұр. S размер 1, 3 жас, салмағы 15-25 син. Бұл жерде баланың салмағына сәйкес таңдаймыз. 15-ті яғни 2-ке бөлеміз, 25-ті 2-ке бөлеміз. Сонда баланың салмағы 7-де 5, 12-де 5 килограмм арасында болса, біздің өлшеммен онда S размерді таңдаймыз. Баланың жасы 1 мен 3 аралығында. Ересек киімдердегідей, мұнда да ең астында бала размерный сеткалары болады. Осы размерный сетканы аудармалап, толығымен танысып шықсаңыздар болады.